Замзан, сен ше еркек болмай қалған адамсың ғой. Еркек болсаң, күніге бір участоктен тауып алып жүреді ана. Шешең бар емес па? Байғұс, шашын ағартып. Не істеп жүрсің кешелі бері бір апта Дима Ғалымжан. Участковыйда не істеп жүрсің? Милицияда жүрсің ба? Қайда жүрсің? Ай, қасқа. Стукач Ғалымжан айтып берді ма? Өлтіретін болды сол ше. Ай, мен қатысым жоқ, шынымен де қатысым жоқ, тып-тыныш отырғам. Өздері ғой өздері. Ондай сылтауыңды шешең айтасың, мен саған мамаң емеспін, алданып қалатын. Замзан. Құдай, ана мен отырған жерде, білмеймін, участокта бір жерде отырмыз, бір мцда отырмыз. Кештен бері, бір аптадан бері сөйтіп таскат етіп жүр, ары-бары. Вообще қатысым жоқ. Құдай ақы бар ғой. Ойла ляшка. Ай, ана біздің маған қарама-қарсы жер бар еді ғой. Күшті жер тұғын. Ходовой жер ғой. Ходовой заттың бәрі товар күшті өтеді. Сол жерде Анна мен ана Валя сауда істейтін. Екеуі неше жылдан бері істеп келатқан ғой. Сол білмеймін, аяқ астынан қырылысып, сол жерге қырылды ғой. Анна мен сатам дейді, Валя мен сатам дейді. Қырылып ойбам, мынаяқтан арт жағында қырғыздар бар еді ғой, трико носки сататын. Мына жағында кәрістер салат сататын, мына жақта ұйғырлар лагмани сататын. Бәрі үркіп қорқып қалған ғой, бәрі үркіп тұр. Ойба, біреусі бірдеңе деп жаңағы көмектесіп жатқан жоқ. Сонымен әй Валя, Анна екеуіңе не жетпейді? Қасқа екеуің де жаңағы тектердің бір орыстың қыздарысыңдар ғой десем, Анна украинка екен, қасқа мен орыс емеспін, мен украинкамын дейді. Ай, енді екеуің сата берсеңдерші бір жерге. Екеуің екі зат сатып жатсыңдар ғой десе көнбейді. Аннаны түнімен біреу қайраған ғой, неше уақыттан бері қайрап жүріпті. Валя, ана не қыласың, өзің сата бер, көппеу түседі ақша деген ғой. Соған Анна байғұс жаңа сеніп қалып, мына жерге мен сатам деген, сол қырғын кезде келген жоқ. Ана құлағын көтерген жаңағы шабармандарының біреуі жоқ. Ана Валя тоқтамайды, ойба, бетпақ көкбет екен. Қолына келген, қолына не түседі, соны лақтырып, бетін тырнап бетпақтанып жатыр. Осыдан біреуің арасында бытшыттарыңды шығарам деп, ешкім тұржылатпайды ғой. Вообще бетпақ екен ана Валя. Жоқ, сен не істеп жүрсің? Нең бар екеуінің ортасында айдалада өзімен өзі ұрысып жатқан орыс болсын, украинка болсын, сен не істеп жүрсің? Саған дым қатысы жоқ арасында. Қалай араласпайсың, Ляшка? Қалай араласпайсың? Ойбай, қалай араласпайсың? Әй, бірге ана черный кассы ойнап, жаңағы тойға барып, шай ішіп жүрген қатындар ғой, бірге кешеге дейін күліп ойнап жүрген қатындар ғой. Не араласып жүрсің? Ол қырғындан. Ай, білмеймін, маған тыныш отырыңызшы, айналайын, әпкет, тыныш отырыңызшы деп. Кофе беріп қойса, кофе ішіп отырмын. Мені біледі ғой олар. Ойбай, ана екеуі отырып, біресе жылайды, бір-бірінен кешірім сұрап, біресе қайтадан ұрысады, ана балаларынан обал болды. Ойбай, екеуінің балалары кішкентайынан бірге ойнап өскен ғой бір дворда. Ай, ана мама балаларына қойшы десе, ана мамаларын көндіре алмай жүр. Жындан балдарынан обал болды, балдар біресе жаңа бір-бірінен кешірім сұрайды, біресе үрпиіп қарап тұрады. Бір-бірінен кішкентайынан өскен балдар ғой екеуінің. Сол балдардан обал болды. Қойшы, екеуі қырылып жүрген ғой, сөйтіп қырылып жүрсе, қасқа ол жерге ана Гүлшахра бар емес па? Сол барып тандырынан сатып отыр ғой. Самсамен. Таласқанға тас та жоқ деп Гүлшахра алып алған ғой. Енді ол Гүлшахраны да қуып жатыр екен. Сөйтсе қойшы, не керек, ана базардың бастығы еврей ғой, ешак. Сол бәлен бәрін бүлтірген. Ай, тұра берсе болады ғой. Жоқ, мына жерге бөлек-бөлек төлейсіңдер деп бәленің бәрін соны базардың бастығы ғана базаркомда ше. Ойпырмай, соның құйрығы жылмаң етіп, ақыр аяғында екеуін қырылтып та қойды. Неше күннен бері соның ізінде жүрмін. Бастығы өзінің адамы бар екен ғой. Соған бермекші екен ғана жерді. Соған бермекші екен. Екі ортада ана Валя мен Анна қырылып қалды. Несі бар десе, несі бар? Құдайдың бұл жерге басқа адам тұрады деп айтса болады ғой, білмеймін, құрсын, араласатын жоқ. Ана базардың берекесі кетті. Неге араласасың дейді, неге араласпаймын мен? Базардың берекесі кетіп жатыр. Өзіңнің жеріңді тап қоямын дейді. Тапқан екенсің дедім. Көресің, менің жерімді тап қой, базарыңды жарып жіберемін дедім. Мен саған Анна мен Валя емеспін дедім, жерімді беріп қоятын. Өзім жерімде жүріп, картошка сабызымды сата алмасам, не істеп жүрмін дедім. Ана лаваш неменен ана шаурма сататын Айтоғанға айтып беремін дедім, жаныңды шығартады дедім. Екеуіне есіме түсіп кетті. Ана екеуін ойлаймын да қайтадан настроением түседі ғой. Қасқана балдарынан обал болды. Балдарын аяп жатырмын. Үйде ұрыс болғасын отбасыда. Ненің берекесі болады қасқалар, ай, мазалары жоқ. Я түнде ұйқы жоқ, тыныш. Қарындары аш, от жағылмаған, ойбай, қасқа, жүрегім ауырады, ойбай, бір-біріне жаңа ойнап өскен балдар ғой. Қара шаңырақ, өзіңде өстім бір кезде бала шашылап, қақпаңнан сенің арманмен шығып